бердіңіздер. Қазақтың дәстүрімен шашудан алыңыздар. Ал қош келіп жатсыздар. Ай баракалла, қош келіп жатсыздар. жан-жағына нұр шашып, қазіргі қыз күнінен де өте қатты бақытты болсын деген ниетпен сіздердің аппақ қыздарыңызды осындай ақ мамық көрпешеге отырғызған сәттіңіздер. Шапалақ қошемес соғып қойыңыздар. Золушканы аяқ бер. Етегі жай жүреш, Азиза. Кейде қыстығып жанына отырып. Көтеріп. Енді мына қолындағы үкіде жайна-жай жолында жолаушы болып, бірге жол бағыттаушы болған осы үкі екен. Сол кезден бастап Нұх пайғамбарымыз ол үкіге қарап, орман тоғайдың иесі бол, шаңырақтың киелісі бол деп атаған екен. Сол уақыттан бастап атам қазақ, егер қайсы бір үйдің іргесінде үкі тағылатын болса, демек сол үйде құт береке, той думан болады деген екен. Енді осындай керемет ниетпен Алла қаласа біздің әулетке сүйікті, құт береке әкелетін келін болсын деп оң қолымен осы үкіні тағайын. Ақ жігіттің өзінің сұрауымен осы жеңге сіздің алдыңызда өтейіп, мама менің болашақ жан жарыма сырғасын салып, өзіне ұқсасын деп, енді осы сырға салуды мамамызға береміз. Алтыннан алған, алтыннан сырға тағайын, алтындай жарқырап жүрсін деп, қымбатты дағы бағалы, әулеттің келіні болсын деп, оң қолымызбен тағайын. Бриллиант набор, қара көздей, гауһар тастай, қыздарыңызда гауһар тастан бриллиант набор. Алла қаласа келіннің өмірінде де әрдайым қарагөздің күлген, әрдайым қарагөздің алтындай, осы бриллианттай жарқырап жүрген жүзін көріңіздер келген баста өйлеріңізге. Қанатшыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, анасының даналығымен, әкесінің адалдығымен тәрбиелеп өсірген қыздарыңыз ендігі уақытта ата-енесінің, ерінің разылығымен гүлденіп, жан-жағына нұр шашатын құтты келін, алтын құрсақты ана болсын. Бұл өлі тірісіне. Қошемес соғып қояйын. Құрметті апалар, мынау енді сырға салынды, көрімдік алынды, өкісі тағылды. Енді қазақ қашанда біз аттан жығылсақ та салдан жығылмаймыз. Осы Қадыр мен Қарагөздің алғашқы қадамдары сәтті, басы бақты болсын деп. Сый-сияпаттарымызға кезек берейік. Әр елдің салты басқа деп айтады. Дегенмен де жаңа құдағайымызбен ақылдасып, сіздердің салттарыңызды, одан алдыңғы салттарыңызды түсінгенімізше әсемдеп, айбаттап, осындай керемет кәдесиеңізбен дәрімізді алып келдік, қабыл алыңыздар. Ең бірінші біздер өлі аруаққа деп екен, бұл жерде өлі аруақтың жейдесі, одан кейін жеңісті және орамалы. Сосын осы жерге деген жеңгелер керек еді. Біздерде мына осының барлығын жеңгелер өзі тұрады. Намазға отырмын, намазға отырмын. Сізде де солай ма? Бізде де солай. Біз қазір сіздердің әкелеріңізді біздің жақ келіндер, жеңгелер табады. Иә. Одан кейін бізде бұл сіздің
салт бойынша екен аққа 20 метр ақтық, тұра тұр, оны тұра тұр, 10 метр ақтық, 10 метр, ойбай. Ол соңынан. ең соңы ма? Ең соңынан. Бірінші мына кетіңді дәрімді солай да. Жақсы. Енді ең бірінші онда үй ішіне құда-құдағайларыңыздан батыс өңірінде ақылдаса отырып алып келген кәде сыйларыңызға кезек берейік. Сыйлықтың үлкен кішісі болмайды. Көңіліңіз көлдей, ниетіңіз түзу болсын. Барлықтарыңызға ең жақсысын алуға тырыстық. Ең бірінші осы әулеттің тұтқасы, тірегі, атасы Темірбек құдаға норка жағалы дубленка. Норка жағалы дубленка. Арнайы сіздің құдаңыз ертең алла қаласа шөберенің қолынан маған шапақ көрсетсеңіз. Енді одан кейін осы жерде жарқырап отырған Айгерім құдағайымыздың анасы Дариха золото браслет. Поздравляю, енді құдамызға Қарагөздің әкесі құдамыз Руслан құдаға құда-құдағайларымыздың атынан батыстан норка жағалы ашабайсызға куртка және норка шапка. Итальянское золото, алтын набор. Келесі күні Қарагөздің келесі інісі. Құдашаларға арнайылап қыз баласын әрдайым еркелетеді. Қыз баласы өз алдына бір ханшайым. Екі құдашаға Арифат пен Калимаға алтын жалатылған өздерінің аттары жазылған халқа. Тойға дайындалып жатыр ғой. Жақсы, міне. Той қазақтың қазынасы дейді. Міне қоржынымыз, тойларымыз тойға ұласын. Әр елде осындай керемет той болсын. Қыздарымыз теңін тауып тұрмысқа шығып, ұлдарымыз үйленіп, қолдарымыз ұзасын. Немерелі болыңыздар. Сіздер енді шөбереге дейін жетіп, шөберенің қолынан май жалаңыздар деген ниетте міне осындай керемет қоржынымызды әкелдік. Жеңгелер
Это сдал после этого. Кстати. Аллах отыр. Жақын отыр. Әдемі түскен анау. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Ортамызда осылай дорба, қорға жорғаласын. Құттықтау болса болады ғой? Иә. Құттықтау болса. Оларды